Қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? Егер сіздерде осындай проблема болатын болса, бұл видеоны соңына дейін көріңіздер. Вот, қара, сізде таргет жібересіз, бірақ сізде адам жазбайды. Таргет вроде өтіп жатыр, ақшасы кетіп жатыр, алып жатыр, бірақ адам жазбайды. Деген осындай проблема болатын болса, өшіруге асықпаңыз. Оның проблеманың шешімі бар. Мен сізге 5 минутта бір техникамен шешуді көрсететін боламын. Ол үшін қараңыздар, міне, сіз егер ондай проблема болатын болса, сізде главный бұл жерде проблема дұрыс аудиторияны таңдамағандықтан дұрыс өтімсіз баннер қойғандықтан. Осындай проблема болған кезде сізде адам жазбайды. Ол үшін не істейміз? Біз бірінші очередь өзіміздің таргетімізге анализ жасаймыз. Анализ жасағаннан кейін баннерімізді қай жерде не дұрыс еместігін көру арқылы соны өзгертіп 5 минутта біз өтімді таргет жасап шыға аламыз. Қазір ендеше кеттік, мен сізге қалай жасау жолын көрсететін боламын. Маған қараңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Жаңа айтып өткендей, өзіміздің таргетімізді 5 минутта бір техникамен өтімді етіп клиент жазатындай ете аламыз. Соны көрсететін боламын. Практика жүзінде. Так, ол үшін мынау өзіме деген менің таргетім дейік. Осы менде өтпей тұр, клиент жазбай тұр, не істеймін деп, солай ойланып жатам ғой. Өшіруге асығып жатады кейбірлер. Соны өшіруге асықпай бір техникамен 5 минутта жасап үйреніңіздер. Ол үшін мына птичканың құрамында алдымен анализ жасаймыз. Мына жоғарыда оң жақта отчет деген тұр. Соны басамыз. Содан кейін бізде мынау екінші результат дегенді басамыз. Сол кезде бізде таргетіміздің өтімділігі, өтімсіздігін көрсетеді. Бұл бізде не үшін? Не мақсатта? Бірінші біз қай баннер, қай аудитория өтпей жатқан көру арқылы, соны өзгерту арқылы біз клиентті ұстап қаламыз, бізге келген, бізге жазатын клиенттің санын арттырамыз, яғни. Вот, міне қараңыздар, осы жерде, мысалы, мынау бірінші, екінші, үшінші баннер деп тұр ғой. Кете береді ғой, сол жерде міне қараңыздар, көрсетіліп тұрады мына жерде. Қай баннер, қанша адам жазды, охваты қанша, былай жылжытасыздар, көре аласыздар. Потом мына жерде возраст деп, возрастын көріп, қай аудиторияға өтіп жатыр, қанша жастағыларға өтіп жатыр деген сияқты осы жерден көре аласыздар. Егер мысалы делік көрдіңіз, анализ жасадыңыз, сосын мына метрики деген жерде айтып кететін маңызды жайт, сол жерде де басып, өзіңіз қалаған нәрсені өзгертіп, маған цена результат керек деген сияқты, қарап шығасыздар, полностью. Потом, мысалы, мынау өтпей жатыр делік, 25-34 жас аралығы өтпей жатыр, ешкім жазбай жатыр екен, қарайсыз, бәрін анықтап, былай жылжытып, жылжытып, осылай, мына жақтан қойып, сөйтіп көргеннен кейін, оны қалай өзгертеміз енді? Енді сіздерге өзгертуді көрсететін боламын. Ол үшін былай шығып кетеміз. Жаңағы бетке барамыз, обратно компания деген бетке барамыз. Компанияның үстін басып сразу барсаңыздар болады. Барған кезде жаңағы біздің өзіміз деген менің рекламам ғой. Соны тауып аламыз, соған барамыз. Қазір өзіміздің рекламаны тауып алайын мен. Мысалы, делік қайда кетті жаңа өзіміздің реклама. Не тұр? Астында тұрған осы аудио. Мысалы, делік, мынау дейікші ерсак дей салайық, осыны өзгерту керек, біреуін өзгерту керек маған. Деген кезде, бойына барасыз да, үстін барған кезде изменить деп тұр. Сол кнопканы басып, сізге керек, өзгерту керек жаңа охватын несін көргеннен кейін, соған барып, изменить кнопкасын басып, кіріп аламыз. Кіргеннен кейін, яғни өзіміз осы жерден изменить етеміз. Мысалы, бізге баннер өтпей тұрма, осы баннер өтпей тұрма, барамыз да, баннерді фок еткізіп өшіре саламыз да, бір баннер жасап, дайындап қойып қоямыз. Біз өйткені қай баннер өтетін, өтпейтін білмейміз біз. Сондықтан бізге
баннер өтімділігі барлығы керек. Өтпей жатса өшіреміз. Міне удалить деген тұр мына жерде, міне тұр, көріп тұрсыздар, иә. Менде файлдың жанында. Сол удалитті басамыз да кәдімгі редактировать деп қайтадан обратно таргет жіберіп жатқан сияқты жасаймыз. Түсінікті болды ғой. Одан кейін жасым, мынау екінші тұрған бізде новая группа объявлений бөлімінен жасын өзгерте аламыз, яғни аудиториясын. Қай детальный таргетингін, аудиториясын, жасын, жынысын осы жерден біз өзгерте аламыз. Яғни жаңа көріп алдық қой біз қай аудитория өтіп жатыр, өтпей жатыр. Соны көріп алғаннан осы жерден өзгерте аламыз. Алдағы уақытта жақсы пайдалы сабақтар көру үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер, маған тіркеліңіздер. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік.